Сабақтың тақырыбы Шортанбай Қанайұлы «Зар заман» толғауы. Сабақта қарастырылатын оқу мақсаты шығармадағы көркемдегіш құралдардың, соның ішінде нақты эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ қолданысын талдау. Бағалау критерийлері шығармадағы көркемдегіш құралдарды табады, көркемдегіш құралдардың түрлерін ажыратады, қолданысын талдайды. Талқылауға арналған сұрақтардан бастасақ. Бірінші сұрақ. Шортанбай зар заман ақындары қатарына қосылу себебі неде деп ойлайсыз? Екінші. Шортанбай шығармаларының басты тақырыбы қандай? Үшінші. Бүгінгі заманның шортанбайларына кімдерді жатқызасыз? Бұл сұрақтардың жауабын оқулықтағы берілген мәлімет бойынша анықтап алуларыңызға болады. Яғни оқулықта сіздерге Шортанбай Қанайұлы туралы толық ақпарат берілген. Қосымша мәлімет көздерінде пайдалануға болады. Келесі ұсынатым сіздерге тапсырмалар. Бірінші тапсырма. Үзінді жайлы өз пікіріңізді білдіріп, сұрақтарға жауап жазыңыз. Мына заман қай заман? Азулығы бар заман, азусызға тар заман. Тарлығының белгісі жақсы жаннан түңілген, жаман малдан түңілген. Мұның өзі зар заман. Сұрақтары. Шортанбай заман өзгерісін қалай түсінді? Заманды бұзған кімдер? Осы тапсырмада ұсынылатын дескриптор, яғни тапсырманы орындау қадамдары: бірінші, үзінді арқылы заман бейнесін ашады, үзіндідегі ойға сыни тұрғыдан баға береді. Осындай екі қадам арқылы осы тапсырманы орындайсыздар. Келесі тапсырма. Өлең жолдарынан көркемдегіш құралдарға нақты айтқанда анафора, эпифора, ассонанс, аллитерация, риторикалық сұрақ бойынша мысал келтіріңіз. Бұл тапсырма бойынша дескриптор бірінші, көркемдегіш сөздердің түрлерін үзінді арқылы дәлелдейді. Екінші, көркемдегіш құрал түріне 5 мысал келтіреді. Үшінші, шығарма жайлы түйінді ой қорытады. Енді осы көркемдегіш құралдарға байланысты мен сіздерге қысқа түсінік беріп өтейін. Көркемдегіш құрал түрлері. Анафора деп отырғанымыз айтпақ ойды, ұқтырар сезімді мұқият сіңіру үшін өлең жолдарының басында бір сөздің бірнеше қайталанып айтылуы. Мысалы, отан менің атанам, отан досым, бауырым. Осы жерде отан деген сөз қайталанып келіп тұр, әр жолдың басында. Демек, бұны біз анафора деп аламыз. Эпифора өлеңнің әр тармақтарының соңында немесе әр ой ағымының аяқ жағында бір сөздің қайталанып келуі. Ақындар басты назар аударған нәрсенің не болмыстың басты қасиетін өлең жолы аяғында бірнеше дүркін қайталап, оқиғаны үдете дамыта көрсету үшін қолданады екен. Демек, анафора мен эпифора бір-біріне қарама-қарсы түсінік екен, көркемдегіш құралдың түрі екен. Эпифораға мысал: кетеген болса түйең жау, тебеген болса биең жау. Бұл жерде жау деген сөздер әр жолдың соңында қайталанып тұр. Келесі, ассонанс. Шумақтың алғашқы дыбыстары бірдей дауысты дыбыстан келіп, ерекше үндес табуы. Махамбет өлеңіндегі мысалы: ереуіл атқа ер салмай, егеулі найза қолға алмай деген үзіндіде е деген дауысты дыбыс әр жолдың басында келген. Осыны біз ассонанс дейміз. Аллитерация өлең жолдарының бірыңғай дауыссыз дыбыстан келіп үндесуі, яғни аллитерация болады екен. Дауыссыз, әсіресе қатаң дауыссыз дыбыстар қайталанып, шегелеп айтар ақыл, нақылды, тепсініп толғар тегеурінді, күш қуатты, өте әсерлі береді. Мысалы, көптер көзін тіккендей, көп соңына түскендей. Бұл жерде к деген дауыссыз дыбыс әр жолдың басында қайталанып келген. Риторикалық сұрақ. Бұл лепті сұрау деп те айтамыз кейде. Яғни ойды, сезімді әсерлі жеткізу үшін жауабы өзінен өзі айқын нәрсені әсерлеп сұрау түрінде айту. Өлеңде қойылған сұраудың жауабында, яғни екі ұштылық, шұбайлану болмайды, оны оқырман іштей біліп отырады. Яғни бұл жерде жауап керек емес нақты. Сол сұрақтың өзінде жауабы дайын тұрады.
Мысалға алсақ, балалық өлді білдің бе, жігіттікке келдің бе, жігіттік өтті көрдің бе, кәрілікке көндің бе. Яғни адамның өмірі ол ештеңеге бағынбайды, уақыт өткен сайын өмірде алдыға жылжи береді. Яғни бұл қатып қалған қағида сияқты. Бұның жауабын сұрап тұрған жоқ. Бұл яғни міндетті болатын дүние деген сияқты сіздерге абай жолынан мысал келтірілген. Енді көркемдегіш құралдарды түсінсек, онда осы жалпы сабақ бойынша мен сіздерге рефлексияны мына әдіс арқылы ұсынамын, яғни зерде әдісі. Бұл жерде 5 бөлімнен тұрады. Яғни біріншісінде бүгінгі сабақта не алдым? Осы сұраққа жауап бересіз. Эмоция, көңіл күйім қандай болды? Баға, өз жетістігімді қалай бағалаймын? Сын, өз бойыма әлі нені дамытуым керек? Идея, соңғы қорытындысы, тапсырма орындау кезінде қандай жаңа ой келді? Рефлексияны өздеріңіз үшін дәптерге жазып қоюға болады, немесе қорытынды бір түйінді сөйлем түрінде келтіріп кетуге болады. Орындаған тапсырмаларыңызды пән мұғаліміне жіберіп кері байланыс алуларыңызға болады.